тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Қай қаладан сағат нешеде көріп отырсыз? Жаза кетіңіз. Анаңа жасағаның өзіңе қайтады. Күләш апа, 65 жаста. Ауыл шетінде ескі үйде тұрады. Қыста пеш жағады, жазда есік алдында гүлдерге су құяды. Ауылдағы жұрт оны Күләш апа деп құрметтейді. Бірақ іштей жалғыз. Күнде таңертең тұрып шәнекке су құйып, Құдайым, бүгін де тыныш өтсін деп күбірлейді. Бір күні көршісі Мейрамкүл апа келіп, Күләш, сенің жалғыз ұлың бар ғой? Қалада қызметкер, үйі, машинасы бар. Сен әлі неге пеш жағып отырсың дейді. Бала өз жолымен, біз оларға емес, олар бізге жауапты емес қой деді. Сырттай күлімсірегенмен іштей жүрегі сыздайды. Қабырғадағы ескі сағатқа қарап, көзіне жас алады. Жанары бос, үйге көңілі алыстағы Бекзатқа ауып тұрады. Сол түні көзі ілінбей, радиода баяу қазақша ән орнап тұр. Жананам, жүрегімнің гүлдейсің деген. Төсектің шетінде отырып күнделік дәптеріне жазып қояды. Бекзат, мен сені сағындым деп. Бекзат қалада үлкен құрылыс компаниясының бөлім басшысы, іскер, салмақты, жұмысынан кеш шығады. Кешкі ас үстінде жұбайы Арайға айтады. Анашым жалғыз тұрып жатыр, қалтаға ақша салам, бірақ жанымда бола алмаймын. Қалаға келсем бе деймін. Әкел, қарсылық жоқ қой, бірақ біздікі 3 бөлмелі ғана, соның сен де кеш келсең, бәрі мен көтерем бе деді. Бекзат үндемеді. Үнсіздікте Арай өзі ойына сенімді болып қалады. Ішінен келсін, бірақ өз орны бөлек болады деп түйеді. Келесі күні Бекзат шешесіне хабарласады. Анашым, дайындалыңыз, осы аптада сізді алып кетемін дейді. Немереңді сағынды. Көзіне жас келеді. Балам, мен керекпін бе сендерге дейді. Әлде жай деп айтқан кезде, анашым, мен сені үйге емес жүрекке апарамын деді. Күләш апа ауылдағы қалаға алғаш рет келді. Пойыз тоқтағанда Бекзат пен Ерасыл қол бұлғап тұрды. Немересі апасына жүгіріп келіп, апа, сіз енді бізбен тұрасыз ба? Күләш апа көз жасын тыйып, иә балам, енді мен сенің ертегіңді тыңдаймын деді. Арай да қарсы алды, жылы жүзбен, сыпайы сөздермен, бірақ көзінің астында шат көзқарас тұрды. Үйге кіргенде, апа, өзіңізге бөлек бөлме дайындап қойдық, демала беріңіз, ештеңе істеудің қажеті жоқ деді. Күләш апа бір сәтте ойланды. Мен күтіп отырма, әлде жай бөлмеге кіргізе салды ма? Кешкі ас үстінде Күләш, сорпаға біраз сарымсақ қоссаң, қыстың күнінде жақсы болады дегенде Арай, біз сарымсақ жей бермейміз деді суық дауыспен. Күләш жерде тұрып, ас үйге кіріп, самауырын қоймақшы еді. Арай, апа, ұйықтай беріңізші, мен бәрін дайындап қоямын деді. Күләш естімегенде шай ішкен самауырының иісі керемет қой. Бізде электр шәнек бар, от жақпаймыз деді. Күләш апа үндемей өз бөлмесіне кіріп кетті. Қолындағы кішкентай сүлгісін қайта-қайта бүктей берді. Ауылда қалақандай ас үй, от жанған пеш, апалар мен шай ішкен сәттер. Ерасыл кешке, апа, маған ертегі айтшы деді. Арай, Ерасыл, апаң шаршады, одан да планшетпен бір мультфильм қараш деді. Күлпаш, мен де саған ертегі айтсам, сен маған ән айтып бересің бе деді күлімсіреп. Ерасыл басын изеді. Қонақ келетін күн Арай үйде реттеді. Күләш апа ас үйге келіп, бір көже жасап берейін бе, ауылдың дәмін сағынып қалған шығарсыңдар. Апа, қонақтар жас бизнесмендер, біз жеңіл еуропалық дастархан жасаймыз деді. Күләш, қой онда мен бөлмеде отырайын. Арай, иә, дұрыс айтасың, теледидар қосып қойдым. Кешкі қонақтар мас. Дастархан басында күлкі, туыс, дауыстар, ал Күләш бөлмесінде бір кесені бетіне тақап шай ішіп отыр. Ерасыл кіріп, апа, сізге тамақ әкелді ме? Жоқ балам, бірақ менің жүрегім тойып отыр, себебі сен барсың деді. Күндер өтеді, Күләш үйге бейімделе алмады. Арай оны кір жууға, ас дайындауға араластырмады. Тек демалыңыз деп қайталай береді. Бірақ бұл алыстатудың бір формасы екенін Күләш түсінді. Ерасыл үйге мектептен келгенде үнемі, апа, сізбен отырсам болады ма? Арай, ой, Ерасыл, апаңды мазалама, көз ауырады ғой. Бірақ Күләш жымиып, мен немерме ғана емдей алады дейді. Арай күлген болады, бірақ көзі суық. Кешке Бекзат жұмыстан келіп, бәрі жақсы сияқты. Арай әрдайым күлімдеп қарсы алады, бірақ оның күлімсіреуі сахналық маска. Түнде Күләш шай ішіп отырып жылайды. Терезенің ар жағында жарық қала, бірақ оның іші қараңғы. Арай өзінің құрбысы Айгүлмен кафеде кездесіп, әй, осы ененің үйге келгені маза кетті.
Барлық жерде апа деп жүр. Шаршатты. Айгүл, сабыр ет, енең қайтып кететін шығар ауылға. Арай, жоқ, ол кетпейді, күйеуім көнбейді. Сол кезде Арай Бекзатқа: апама тыныштық керек, ол қалада тұра алмайды, ауылға жіберсе қайтеді деді. Бекзат: жоқ, мейман емес. Арай үндемеді, бірақ ішкі ыза тереңдей берді. Күләш пен Ерасыл арасында байланыс күшейді. Олар бірге ертегі оқиды, бірге сурет салады. Ерасыл апасына: сіз менің екінші мамамсыз дейді. Арай сырттай жымиғанмен іште қызғаныш пайда болады. Бала мені емес, енесін жақсы көрді. Бір күні Ерасыл: мама, бүгін апаммен ұйықтасам болады ма? Арай: болмайды, ертең сабақ, апаңды шаршатты. Күләш күлімдеп: балам, апам әрдайым сенімен бірге болады, бірақ маманың айтқанын тыңдайық. Әйтпесе ол мені шаршап жүр деп ойлап қалар. Кешкісін Бекзат үлкен жобадан табыспен келіп, үйге достарын шақырып, Арай дастархан дайындап жүреді. Күләш: мен ет асып бауырсақ пісірейін бе? Арай: апа, бәрі дайын, уайымдамаңыз. Қонақтар келгенде Күләш бөлмесінде отырады. Дастарханнан орын берілмейді. Арай оларға: енем ұйықтап қалды дейді. Бірақ сол сәтте Ерасыл апасының бөлмесінде отырып, үнсіз күрсінгенін көріп тұр еді. Түнде бәрі ұйықтап қалғанда Күләш бір сәт намаз оқып, қабырғаға ілулі тұрған сүрелерге көз тастайды. Балам бақытты болса екен, немерем менсіз де өседі, бірақ ана жүрегі сезеді. Бұл үйде мен артықпын. Ертеңде Бекзатқа: бала, мен ауылға қайтайын ба, мүмкін саған ауыртпалық салып жатқан шығармын. Бекзат: анашым, ондай сөзді айтпаңыз. Сіз бұл үйдің берекесі кетеді. Арай бұл әңгімені сыртта естіп, жүзін бұрып кетті. Ішкі ойы: өзі кетсе ғой деген. Ерасылмен отырғанда: балам, сенен ештеңе жасыра алмаймын. Қазір мен саған ертегі айтып берем, бірақ ертесіне апаң кетіп қалуы мүмкін. Ерасыл аң-таң: неге апа? Сіз кетсеңіз, мен кімге құшақтап ұйықтаймын? Сол кезде Арай есікті кіріп келеді. Апам ауылға барып демалғаны дұрыс. Қала оған ауыр. Күләш үнсіз басын изейді. Арай шын мәнінде бәрін ойластырып қойған. Ол Бекзаттың келесі аптаға іссапармен кететінін біледі. Сол кеште Арай Бекзатқа: сен кеткенде апаның аз күнге шипажайға барып келемін, жағдайын жасаймын. Бекзат сеніп басын изейді. Бекзат таңертең ерте іссапарға кетеді. Арай сол күні: апа, сөмкеңізді жинай беріңіз, сізге арналған шипажай жолы жүретін болдық деді. Күләш: мен бұл үйде шын кетіп бара жатқан сияқтымын. Мені шипажай емес, бөтендік шақырып тұрған сияқты. Арай: жоқ апа, сізге жақсы болады. Жасап қойдық бәрін, уайымдамаңыз. Ерасыл мектепке кетіп қалады. Күләш кетіп бара жатқан ұлының фотосын, келіні мен немересінің суретіне қарап, жастығын сипап тұрып: мен осы үйге келдім, бірақ төрге шыға алмадым. Күләш апаның қарттар үйіне алып келеді. Кішкене бөлме, екі керует, қабырғада үміт жазуы бар. Әжелер үндемей кіріп шықты. Бір Күләшқа: қош келдің, келіншек. Күләш: ішінен келіншек емеспін, келіннің құрбаны болдым. Түнде төсекте жатып, төс жағындағы жарықты өшіріп, қабырғаға қарап ұзақ жылады. Көз алдында Ерасылдың бейнесі. апа, сіз кетсеңіз, мен де кетем. Бекзат жұмыстан шаршап келеді. Есікті ашады. Үй іші тып-тыныш, анасының үні естілмейді. Арай: анам қайда? Шипажайда демалып жатыр дейді. Кешкісін Бекзаттың бала күнгі досы Талғат қоңырау шалып: әй бауырым, бір таңғаларлық жағдай. Менің әпкем қарттар үйінде жұмыс істейді. Кеше сенің анаңды көріпті. Бекзаттың жүрегі дүрсілдеп жөнеледі. Қайда дедің? Бекзат сол түнде қарттар үйіне барады. Ішке кіргенде анасы терезе алдында отырып намаз оқып отыр екен. Оны көріп Күләш орнынан тұрып: балам, сен келдің бе? Бекзат тізерлеп отырып анасының қолын сүйеді. кешір мені, ана. Күләш басын шайқайды. саған еш ренішім жоқ дейді. Сен мені сыйладың, бірақ мен осы жерге жеткізген менің келінім емес, менің үнсіздігім болды. Бекзат анасын құшақтап жылап тұр: сіз үйге қайтасыз, ешкім сізді енді шетке итермейді. Күләш: бірақ сен мені Араймен бірге тұрғызба, менің жүрегімде жара бар. Бекзат шешесіне қарттар үйіне алып шығып келеді. Көлікте үнсіздік, радиодан тек әлсіз әуен естіледі. Күләш апа терезеден сыртқа қарап отыр. Анашым, үйге барамыз. Менің үйім бе, әлде Арайдың үйі ме? Екеуіңіздің де. Бірақ бәрі енді басқаша болады. Үйге кіргенде Арай есік алдында қарсы алды, бірақ жүзі қуанышсыз. Күләш ештеңе деместен бөлмесіне кіріп кетті. Арай Бекзатқа: сен мені ұятқа қалдырдың,
бәрін бұлай істеу міндетті емес еді. Ұят кімде, шешемді қарттар үйіне апару ма, әлде соны біле тұра үндемей қалу ма? Бекзат анасымен сөйлесіп, анашым, мен саған үлкен қиянат жасағаным үшін өзімді кешіре алмаймын. Бірақ саған жақсы өмір сыйлай аламын. Күләш: балам, маған жайлық емес, сыйластық керек еді. Қалғаны Құдайдың қолында. Кешке Бекзат Араймен сөйлеседі. Біз біраз уақыт бөлек тұрайық. Сен өзіңмен өзің қалып ойлан. Мен шешеммен және Ерасылмен анамның ауылына үйіне кетемін. Арай көзін жасаурап: ал менше, сен менің шешеме жасағанымды жүрегіммен түсінбейінше, біз бірге өмір сүре алмаймыз, деді. Арай күн сайын үнсіз отырды. Тамақ ішуде, ұйықтауда беймаза. Ешкім хабарласпайды, үйі бос, жүрегі суық. Бір күні Ерасылмен бейнеқоңырауда сөйлескенде: мама, сенсіз үй бос, папам да көп сөйлемейді, апам менімен сурет салмайды, дейді. Айнаның алдында барып: мен кімге айналдым, ана ма, келін бе, әлде жай ғана қатыгез адам ба? Сол түні ол өз алғашқы Бекзатқа тұрмысқа шыққан сәтті еске алады. Күләш апа, қош келдің қызым, деп құшағына алған. Мені сол жылулықтың қайта жоғалттым. Келесі күні Арай ауылға барады. Күләш ауылда гүлдерді суарып жүр екен. Арай үнсіз келіп тізерлеп тұрып: апа, мені кешіріңіз. Мен сізге анам ретінде емес, бөтен адам ретінде қарадым. Сол үшін күнде өзімді жек көрем. Күләш үнсіз қарап тұрды да басын изеді. Мен бәрін ұмыттым, бірақ жүрек әлі жазылмаған. Саған бір ғана сұрақ: сен енді кім болғың келеді? Келін бе, әлде қызым ба? Арай жылап: қызыңыз болғым келеді, деді. Үйге бәрі қайтып оралды. Дастархан басында бұрынғыдай емес. Шын күлкі, шын ниет бар. Ерасыл апасымен бірге ертегі оқып отыр. Бекзат пен Арай шай үстінде үнсіз жымиып қарап отыр. Күләш дастархан басында: адам ұмытпайды, бірақ кешіреді. Себебі Алланың өзі кешіруші. Мен ұлыммен, келінімен, немереммен бірге үстелде отырғаныма шүкір деймін. Бекзат: бізге шүкір деген не екен, сіз үйреттіңіз, анашым. Арай: мен енді тек келін емес, сіздің қызыңыз боламын. Ана жүрегі теңіз, ол бәрін көтереді, бірақ ештеңені ұмытпайды. Бұл оқиға әр тыңдарманға анаңа жасаған өзіңе қайтады деген жүрекпен түсіндіріледі.